Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Сіздерге бірден айтайын, мен осы Қазақстанда жүріп, біздің елде кез келген мешіт салынар бұрын ең бірінші Құран оқитын бөлме салынады. Яғни Құран оқитын бөлме дегеніміз не? Яғни сіз барасыз да 5.000 теңге, 10.000 теңге беріп, жаңағы молдаға өзіңіздің қайтыс болған туысқандарыңыздың аруағына Құран бағыштатасыз. Бірақ мен өзім үлкен қажылықта болдым. Араб елінің мешіттерінен ешқандай да Құран оқитын бөлме көрмедім. Айналып келгенде исламның шыққан жағы сол Қағба, сол Мекке, сол Медина деп жатамыз, иә? Ол жақта Құран оқитын бөлме жоқ. Басқа мемлекеттің де мешіттерін көрдім, ол жақта да Құран оқитын бөлме аты бетімен жоқ. Бұл да сонда ақша табудың тағы бір жолы ма, құрметті діни басқарма? Сонымен қатар білуімше Құран аруақтың адамның аруағына Құран бағыштау, ол қай жақтан бағышталса да мейлі сіз үйде отырып, я болмаса далада жүріп Құран оқысаңыз да ол қабыл болады дейді. Ал сонда кейбіреулер айтады, кейбір жаңағы имамдар міндетті түрде мешітке келіп Құран бағыштату керек дейді. Бұл сонда ақша табудың тағы бір жолы сияқты. Оның ақшасын есептесеңіздер де ой сұмдық. Әрбір мешіттің Құранына күніне бәленбай мың адам барып Құран оқытса, сұмдық. Осыны сұрақ қойын дегім, негізі мешітке Құран оқитын бөлме не үшін керек? Әлде мен қателесіп отырмын ба? Мүмкін бұл біздің бір сүремізде жазылған шығар, мешітке Құран оқитын бөлме міндетті түрде салыну керек деген. Соған жауап беріп кетіңіздерші. Діни басқарманың құрметсіз азаматтары. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Жан Ахмадиев деген жігіт бір қызық сұрақ қойған екен мына желіде. Бүгін видеосы келді. Біздің мешітте Құран оқылатын бөлмелер бар. Ол не үшін керек? Әлде мен қателесіп жатырмын ба? Мен үлкен қажылықта болдым дейді. Ол жақта Арабияда Құран оқылатын бөлмелер жоқ дейді. Мешіттерде. Неге біздің мешіттерде Құран оқылатын бөлмелер бар? Әлде бұл бизнес па дейді. Әлбетте сен қатты қателесіп отырсың. Өзі қазақта сөз бар, ажалы келген көк қарға бүркітке тиседі деген. Өзі атың шықпаса жер өрте деген, қазір адамдар мешіт жайлы сөйлеп жұлдыз болып кетіп жатыр ғой. Мешітке тискен жақсы көретін болдыңдар ғой. Соңында не дейді? Осыған жауап берсеңдер діни басқарманың құрметсіз қызметкерлері дейді. Енді осы бір кішкене бір қарапайым нәрсеге ғана ақылың жетпей жатқан болса айтайын. Егер Арабияда үлкен қажылықта болған екенсің, мешіттерде Құран оқитын жер жоқ болса, демек олар өздері үйінде Құран оқи алады. Осыған да ақылың жетпеді ма? Бізде мешітте Құран оқитын бөлменің салыну себебі, бізде халықтың өте көп деңгейдегісі, көп дәрежеде халық бізде Құран оқи алмайды. Бізде рэперлер, сайқымазақтар жетеді, бірақ бізде Құран оқитындар жетпейді. Өз Құранын өзі оқи алмайтындар өте көп. Бұл осыған жауап. Мысалы, сен мешітке келмей-ақ қой. Кім шақырды сен мешітке? Үйіңде отырда Құран оқи берсе? Саған біреу мешітке бар деді ма? Нең бар мешітке бар? Құран оқи аласың ба? Үйіңде отырда оқи берсе. Ал енді Құран оқи алмайтын қазақтар не істейді? Біз де ата-бабамызға Құран бағыштағымыз келеді. Барамызда Құранға барып, мешітке барып, сол Құран оқитын бөлмеде Құран бағыштаймыз. Осыған ақылың жетпей тұр ма? Жай ғана нәрсеге. Мен имам болдым, қызмет қылдым. Бізде халық жаназа оқи алмайды. Сен, егер туыстарыңнан біреу дүниеден өтетін болса, сен мешіттерге барма сен. Сен имамдарға, сен жаназаға барма, өзің шығар жаназаны. Жаназа оқытқанға да өзі бұл рэперлер бір барып деп ауыздарыңды тойда ашқанда қанша ақша аласыңдар? Әртістер 500 мың миллиондап аласыңдар ғой. Өтірік өлең айтасыңдар тағыдан ау. Панорамамен. Соған 500 мың, 1 миллион ақша аласыңдар ғой сендер. Молда барып Құдайдан қорқ деп айтқан үшін берген 2000 теңге, 5000 теңгеңді
сенің өлген ата бабаңа Құран оқып бағыштап берген, өзің оқи алмайтын Құранды, 5 мың берген 10 мың теңгеңді несін әңгіме қылып айтып отырсың оны? Еркек адамның әңгімесі емес қой бұл. Біріншіден. Екіншіден, шынымен қазақтың ақшасын уайымдап отырсың ба? Өткенде ана негрлер келіп, болмайтын мағынасы жоқ өлең айтқан кезінде миллиондап шашқан ақшаны неге айтпадыңдар? Ана жас қыздар, қазақтың қыздар іш киімін лақтырған кезде неге шығып осылай тұрып жаңағы сөйлемедіңдер? Құдайдан қорықсаңдаршы, мешітте нелерің бар? Жаназаларыңды шығартпаңдар. Айтыңдар көздерің тірілерінде. Молдалар, менің жаназамды шығармай қойыңдар, 5-10 мың теңге алып. Өзім туысқандарым шығарып алады деп айтыңдар. Егер шынымен айта алсаңдар. Мен өлгеннен кейін артымнан Құран оқи алмай қойыңдар. Көрш, шақыршы, мен сенің үйіңе қонаққа барайын. Аралап көрекші туысқандарыңды. Қанша проценті Құран оқи алады? Бармасын онда олар мешітке. Сен соларды аралап жүріп Құранын оқып бересің ба? Екеміз кездесейікші, мін. Жігітше ғой енді, екеміз бауырымыз ғой, мұсылман бауырымыз. Екеміз кездесейікші. Кездесіп отырып көрекші, сен Құранды сен қаншалықты оқи аласың? Не керегі бар бұндай майда шүйде әңгімелердің ше? Болмаса мешіт, оны видеоға шығып енді интернетте не үшін айтып отырсың мешітті жаман қылып? Мұсылмандар өзі мұсылмансың ба өзі, жоқ әлде сен де тәңіршілдік жолына өтіп кеткен адамсың ба? Нең бар мешітке тиісіп? Құдайдың үйі ғой ол. Одан нең бар, ертең жағыңды қарыстырады ғой Құдай тағала. Кішкене ойланып сөйлесеңіздерші, ағайындар. Сол бір кішкентай болмайтын нәрсеге ақыл жетпей жатқаннан кейін сол Құран оқитын бөлме, ол Құран оқи алмайтын өзіміздің бауырлар барып ата бабасына Құран оқытатын жер екеніне бас жетпей жатқаннан кейін одан үлкен іске, тірлікке араласудың қажеті де жоқ қой. Енді айтқанымды дұрыс түсінеді деп ойлаймын енді. Жалпы енді ақыр сөз болған екен айтайын. Осы мына өнер жолындағы жүрген адамдар, реперлер, әртістер, сендерде өз қанағат деген нәрсе бар ма? Мына имамдардың жаназаға барып ең көп алғаны 20 мың шығар, мейлі 30 мың шығар, мейлі 40 мың шығар, мейлі 50 мың шығар. Бірақ ол сенің әкеңнің, анаңның, бауырыңның өзің оқи алмайтын жаназасын оқып береді. Неге имам шақырды? Сенде имамды шақырмай-ақ өзің оқып алуға болады. Бірақ сен өзің оқи алмағаннан кейін осы имамды шақырасың ғой? Оған берген ол тиын тебеніңді неге есептеп тұрсың? Ол сенің әкеңе, анаңа дұға оқып, Құран оқып жатыр ғой ол. Құран бағыштап, одан кейін ана көпшілікті жинап алып не деп жатыр? Алладан қорқыңдар, Құдайдан қорқыңдар, Аллаға бой ұсыныңдар, әйелдеріңді әуретін жабыңдар деп сендерге, бізге жақсы насихат айтып жатыр ғой. Оның немнесін берген ақшаларымызды әңгіме қылып айтамыз. Алдына әртістерді, шынымен сол қазақтың ақшасына жан ашитын жігіттер соны есептеп жүргенше, сол мешітке кетіп жатқан ақшаларды есептемей, мынау жұлдыз өнер жұлдыздар бар ғой, өнер жұлдыздар. Соларға кетіп жатқан ақшаларды есептеңіздерші. Бұлардың келіп анау тойға келіп, ана панорамамен өтірік айтқан өлеңдеріне 500 мың, миллион, 5 мың долларлап айтып жатыр ғой. Не ол? Бір қасиеті бар ма өлеңінің? Жолыңды аша ма? Жоқ, олар бір насихат айтып жатыр ма? Жақсылыққа шақырып жатыр ма? Неге осыны әңгіме айтпайсыздар? Мынау интернетке шығып, майда шүйде әңгіме айтатын жігіттер неге сондай нәрселерді айтып, өзі неге осы қазақта осындай нәрселерді жүйеге қоймайды? Мына өнер адамдары неге сіздерде қанағат жоқ? Айтып тұрған өлеңің өзің айтып жатқан жоқсың, оны магнитофон айтып жатыр ғой. Неге молдалар ұқсап 20 мың, 30 мың алмайсыңдар, 10 мың теңге алмайсыңдар? 500 мыңнан жоғары, мына асабалар 500 мың, 400 мыңнан төмен сөйлемейміз. Молдалардың айтқанын айтпайды ғой олар. Молдалардың айтатыны Құдайдан қорқ деген сөз ғой. Неменеге осы молдалар жайлы, мешіт жайлы айтқан жақсы көреміз өзі. Айтыңыздаршы, мұсылман бауырлар. Бір қызығы, жан бауырым, сен өзің асаба екенсің. Айтшы, сендер елді ойлап тойды тегін жүргізіп жатсыңдар ма? Бұл имамдар Құранды 5 мың теңге, 10 мың теңгеге оқиды екен, жарайды. Сендер бұндай сумаға тістеріңді де көрсетпейсіңдер ғой, бауырым-ау. Сендер 500 миллион, 1 миллионнан ары қарай сөйлейсіңдер ғой. Айтшы, сендер өздерің қызметтерің үшін ақыларыңды алып жатсыңдар. Бала-шаға бағуларың керек, дұрыс па? Не үшін имамдар өздерінің қызметтері үшін сонда ақысын сұрауға болмай ма? Олардың бала-шағасын кім бағады сонда? Біздің елде тегін не бар, айтшы? Бір сантехник келіп сенің ана бір трубаңды тегін бұрап бере ма?
бір электрик келіп сен шурубыңды тегін бұрап бере ма? Бір сварщик келіп екі теміріңді сен тегін қосып бере ма? Сваркілеп. Бәрі ақылыда. Не үшін, қалай ойлайсыңдар, не үшін мешітте отырған имамдар тегін жұмыс істеу керек сонда? Неге сендер тегін жұмыс істемейсіңдер? Асабалықты. Немесе сендер айтыңдар сонда, имамның айлығын төлеп отырсыңдар ма? Біз айлық беріп жатырмыз ғой, неге Құраннан ақша аласың дейтіндей. Бір имамның айлығын төлеп отырсыңдар ма? Не үшін имамдарға тиісуге құмарсыңдар? Одан кейін шындықты айтып жатсың. Меккеде Құран оқитын жер жоқ екен деп ше. Енді көрген нәрсенің бәрі неге айтпайсың, бауыр? Шындықты айтсайшы. Меккеде 100% әйелдер орамал тағады екен, орамалсыз әйелдер жоқ екен деп айтты. Меккеде еркектер шортимен жүрмейді екен, әуретін ашып. Бәрі ұзын киеді екен деп айтты. Меккеде 70-80% еркектер сақал қояды екен деп айтты. 99% халқы намаз оқиды екен деп. Көргеннің бәрі неге айтпайсың? Со түйгенің тек қана со Құран оқитын жердің жоқ екені ма? Немесе ақыр мешіт жайлы айтып жатсың. Неге сен кеше ғана жер сілкінісі кезінде мешітке кірген халықты неге айтпайсың? Халық қана сендер күзетіп жүрген тойханаға кірген жоқ қой? Осы мешітке кірді ғой, паналап. Мешіттің де жақсы жері бар ғой, неге оны айтпайсыңдар? Жалпы айтқым келетіні, бауырым, менің мақсатым біреумен жауласу емес. Бірақ ұстаздарымызды жаңағыдай құрметсіздер деген сияқты қылып ше, кемсітпесек екен. Имамдарымызды кемсітпесек екен. Ертең біздің жаназамызды оқитын адамдарды ше, өзіміз оқи алмайтын Құранды өлгендерімізге оқып беріп отқан имамдарымызға тіл тигізбесек екен. Және Алланың үйі, мына мешітке тіл тигізбесек екен дейміз. Алла разы болсын, дұрыс түсінеді деп ойлаймын.